жазамыз, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Осы видеода күншығыс елі Жапония туралы болмақ. Жапония Шығыс Азия жағалауларына жақын маңындағы Тынық мұхит аралында орналасқан мемлекет. Жер аумағы бойынша әлем бойынша 61-ші орында. Валютасы Жапон иені. Жапония халқының 5-тен 4 бөлігі қалаларда тұрады. Қала шетінде суға бөккен көк күріш алқабы жайғалады. Жапонияның шекарек аумақтарында таулы аймақтары мен автомобиль магистральдары бойынан Будда ғибадатханаларын, сондай-ақ қауызы мен нақышты тас қондырғылары бар шағын саябақтарда сұлтан қамалдарын, шаруалардың сабынмен жабылған шошқа төбе ескі үйлерін көруге болады. Жапон аралдарының бүкіл ауданының 6-5 бөлігіне жуығын қалың орманды, жартасты таулар алып жатыр. Ең биік тауы Фудзи тауы. Фудзиді жапондар келет тау деп есептейді. Жапонияда толып жатқан күнбекен жанартаулар, көптеген шипалы ыстық бұлақтар бар. Мұнда жер сілкінуі жиі болып тұрады. Тағы бір табиғи қауіп Жапонияға Тынық мұхитынан келетін тайфундар. Жапония жер сілкінісінің жиі болуына байланысты жер сілкінісін зерттеу мен болжау бойынша әлемде көшбасшы болды. Заманауи технология жаңалықтары мен зәулім ғимараттар салуға мүмкіндік берді. Жапония еліндегі ең танымал спорт түрі бейсбол. Токио қаласы әлемнің ең қауіпсіз мегаполисі. Шай жапондардың ең сүйікті сусыны. Жапон тіліндегі ең жаман сөз ақымақ. Жасы 100 жылдан асқан 50 мың адам өмір сүреді. Мұнда көптеген жекпе-жек өнерлері ойлап табылды. Карате, дзюдо, айкидо және тағы басқалар. Жапондықтар үшін қисық тіс сұлулықтың белгісі. Жапонияда егер сіз амиантты жоғалтып алсаңыз, 90% жағдайда оны сізге қайтарып береді.